Пайғамбарымыз мынандай бір үш нәрсені айтқан жері бар. Саласатун ла тара ағюнухумун нара. Үш адам бар. Ол үш адамның көздері қиямет күні тозақты көрмейді дейді. Біріншісі бағанағы айтылғандай Алладан қорқып жылаған көз, екіншісі Алла жолында күзетіп ұйықтамаған көз, үшіншісі айнун ғаддатан махаримилла, Алла тағаланың харам еткен нәрселерінен тыйылған көз дейді. Қараңыздар. Қазір осы заманның өзінің жаңағы сынағында осы нәрсе көп. Сондықтан әрбір сізге Алла тағала өз әулетіңіздің ішінде тура жолды нәсіп еткеннен кейін, сіз өзіңіздің жаңағы отбасыңыздағы әйеліңіз, бала шағаңыз, мысалы ағаңыз ба, қарындасыңыз ба, тағы да басқа, яғни сөзіңіз өтетін шеңбер бар, сөзіңізді керек қылмайтын шеңбер бар. Оларға да Алла тағала бір күні хидаят беріп сөз тыңдар да, сол сөзіңізді тыңдайтын шеңбердің ішінде сіз күзету керексіз. Нені күзетеміз біз? Шариғат күзететін нәрсені күзетеміз. Шариғаттың өзі жаңағы негізгі 5 мақсаты бар. Біріншісі, шариғат адам баласын жаратқаннан кейін, босқа жаратпағаннан кейін, мына жаны, ақылы әркімнің. Осы ұлттың жаны, ақылы, мал мүлкі, нәсілі және діні өзі 5. Осы 5 нәрсені күзету керекпіз біз. Сіз асырап отқан ұл қыздың санасына, ақылына, оның санасын бүлдіретін нәрсе кірмеу керек. Күзетіңіз. Бұл жаңағы күзеттен кем болады деп мен айтамаймын. Өйткені бұл сіз нәсілді қорғап жатсыз, қазір ұрпағыңызды қорғап жатсыз. Қазіргі буын қорғалмаса, ол буынды ертең ешкімді қорғап бере алмайды, кейінгі буынды. Сондықтан ақылына оның Алла тағала сүйген нәрсені ғана қондырып, сүймейтін нәрсені күзетіп отыру керек. Оның дінін, намазын оқып ала қойшы балам. Өтірік айтпа, күллі нәрселер жаңағы дінін қорғау керек. Иманы, Алла тағаламен байланысы деген нәрселер. Яғни білім алудағы, білім айтудағы, ақыл айтудағы мақсаттардың бәрі осы. Алла тағала көрсеткен даналық тәсілдермен де оның жанын қорғау керек. Ара деген нәрселер, арына тиіп кететін жаман істерден қорғау керекпіз. Осы нәрселер әке осыны күзету керек. Әке отбасының күзетшісі бүгінгі заманда. Өйткені гарантия жоқ бүгін. Балаң егер телефонмен қалса, балаң егер жаңа тағы басқа нәрселермен қалса, мектепте не жұқтырып алып келеді ол? Біз білмейміз. Жаман қылық бол, жақсы қылық бол, жаман қылық бол, екеуі де жұға беретін нәрсе өзі. Сондықтан соның барлығын күзету, бұл сіздің міндетіңіз. Сонда ғана жаңағындай мықты ұрпақ шығады да ертең.